Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Міне араға бір жыл салып, сіздермен қайта кездесіп отырмын. Белгілі бір себептер, қандай себептер деп айтсам да, түкке тұрмайтын себептерге бола эфирге шықпай қалдым. Енді сіздермен жүздесіп отырмын. Ауылдағы кішкентай үйге келіп, ойдағы нәрсені сіздерге жеткізейін деп, бөлісейін деп отырмын. Баяғы сол отбасы жайлы, отбасындағы әйелдің рөлі жайлы бір-екі сөздерді ойға оралып отырып, әсіресе мына бір әңгіме қысқа тыңдай отырыңыздар. Баяғыда Сәпөк деген ел аралайтын жігіт болған екен. Сәпөк ел аралап, салдық құрып жүріп, жасы 35-ке келгенше үйленбепті. Әке, әйелдің қандайын алсам жақсы болады деп әзілдейді екен әкесіне. Сонда әкесі: сыры терең, сыны кетпес, қолың шашты торын ал депті. Ол болмаса ше, тілі сараң, қолы мырза, аққұбаның өзін ал депті. Ол да болмаса ше, мұңға мұқалмас, жоққа жұтамас, қажымайтын қарын ал. Ол да болмаса ше, ол да болмаса түсі сары, көзі көк, былшылдаған сөзі көп, салпетектің өзін ал деген екен. Сонда Сәпөк: әй, әкай, аузыңызға әйелдің аппағы бір түспей ақ қойды-ау деп қынжылған екен. Сонда әкесі тұрып: шырағым-ай, құра қарғанның мәнісі болмас, жалтырауықтың дәні болмас, дәні болса да сәні болмас деген екен. Міне, таңдаған тазға жолығады деп жігіттер, қыздар көп отырып, көп жүріп қалмаңдар. Отбасы жайлы, әйел мен ер азамат жайлы, адал жар таңдау жайлы өте көп жазылған өлеңдер. Құрметті қыз келіншектер, біз жайлы әңгіме де көп, мақал да көп, қызық енді тыңдай берсек. Соның бірі біздің Кенен Әзірбаев атамыздың 1966 жылы жазылған бір 3 шумақ өлеңі бар екен. Жақсы болса жан жарың деген. Жақсы әйелі бар жігіт жасымайды, жауына ішкі сыры ашылмайды. Білдірмей бар жоғыңды бағаласа, көңілің неге судай тасымайды. Жақсы әйелі бар адам қажымайды, ренжіп, қапы қашып, налымайды. Қаны қашып налымайды, жағдайы жас баладай табылған соң, күшінен ақыл қайрат арылмайды. Жақсы әйел жұрт алдында жасытпайды, салмақты, сабырлы боп асықпайды. Әйелі ер жігіттің жаман болса, достарың, ағайының қашықтайды деген екен. Міне, өзімізге де көп нәрсе байланысты болып тұр ғой енді. Ол рас. Қыз келіншектер жайлы қанша айтылса да таусылмайтын бұл сондай бір қызықты жайт. Бір-екі мақалды соңынан келтіруші едім. Ұнаған бір-екі мақалды айтып өтейін. Соның ішінде жаман әйелдің мінезі қиық келер, сөзі сұйық келер деген екен. Атасы жаман алғанын жамандайды, туысы жаман туғанын жамандайды дейді. Үйді 40 еркек толтыра алмайды, бір қатын толтырады деген екен. Ол рас. Көріп жүрміз. Келін, келін, келін бақ, келмей жатып сөзім бақ деген екен. Мен бұл мақал түсінікті деп ойлаймын. Сөзі түзудің өзі түзу деген мақалда бар. Сол айтқандай, мынау әйел жайлы, біз жайлы, қыз келіншектер жайлы өте көп. Төсекте басы қосылған, төскейде малы қосылған дегенде осы әйелдерге арнап айтылған екен. Бір үйде екі әйел болса ойран,
бір үйде екі сиыр болса, айран деген екен. Салақ қатынның үйінен сабақты ине табылмас. Ұл таппас қатын болмас, тұрарын айт. Мал таппас жігіт болмас, құрарын айт. Бұл менің ең жақсы көретін мақалдарымның бірі. Мақал сөздің мәйегі деген. Құрметті көпшілік, жақсылықта жолыққанша сау саламатта болайық.